Так, зона қоюға келетін болсақ, мына жерде ең оңайы ол сіз просто зонаны қоясыз. Покупательдер мен продажниктарға кіресіз просто. Ол қалай? Сонда қараңыз. Мысалға, мына жерде біз көріп тұрық зона поддержки. Мынау бізде зона поддержки. Көрдіңіздер ма? Мынау бізде зона сопротивления болады. Полный зона сопротивления. Қараңыз, бұл жерде қалай енді? Просто өзіңіз алып қояйын. Мысалға, мына жерден көрдіңіз то, что баға көтеріліп кетті, я? Көтерілді, мына жаққа тиді. Енді көресіз, мына жаққа, мына зона қайтадан тиген кезде, просто сіз покупка кіресіз. Покупка, и мына жақта сіз уже тейкқа отырасыз. Болды. Ақшаңызды алдыңыз. Қайтадан зона мұндағы келді, мына жақтан сіз 5 минуттықпен подтверждение аласыз да, қайтадан зона тұрды, мына зонаға апарып берді. Осы зонаға дейін қайтадан ақшаңызды ұстайсыз, и мына зонаға біз мынаны тоже сызып қойдық, осы зонадан біз продажаға кіреміз. Просто сатамыз. Осы зонада, значит, продажниктар толып тұр, осы жаққа келген кезде полностью төмен түсіріп жіберіп жатыр. Осы жаққа кірдіңіз, қайтадан төмен түсіріп жіберді. Мына зонаға қайтадан кірсеңіздер, бұл зонадан қайтадан покупательдер көтеріп жіберіп жатыр бағаны. Тура сөйтіп келесіздер, мына жаққа келетін болсаңыздар, так, тура сол сияқты, мына жақта уже бір рет тесіп кетті. И дальше сөйтіп зонаны қою. Ең бастысы. Мына жаққа да келетін болсақ, ол зонаны қою өте оңай. Өте оңай. Бір наглядный процесс жерлерді көрсетейін. Так, мына зонаны алып тастайын. Бізге керек болмайды. Бізде тренд линия алып тастайын. Қараңыздар. Мына жерде алдық. Ең бірінші біз главный зонаны, зона поддержки сіздік. И бізге зона сопротивления керек болады. Бізде зона сопротивления ретінде келді. И мына жерде тоже зона ретінде келді. Бірақ бұны алмаймыз. Біз бір қайды алдық, көрдік. То есть баға келді, мына жаққа түсті, бір пробития болды, қайтадан түсті, мына жерге келді. Мына жерден свеча қайтып баратыр, өзінің үлкен фитилі қалды. Осы жерден кіресіз сделка, лонгқа подтверждение свеча беріп жатыр. Кірдіңіз, мына зонаға дейін әкеп берді. Тура зонаның басына дейін әкеп берді. Қайттан келді, мына жерден сіз шортқа кірмейсіз, бұл жерде уже сізде зона болады. Зона сызылады. Мына жерде, значит, продавецтар отыр екен деген түсініп келеді сізге. Мына жаққа келді, қайттан осы зонадан сіз покупқа кіресіз. Мына жақта бір ретест жасайды да, қайттан барады да, қайттан осы зонаға барады. Тегіңіз қайттан алдыңыз. Осы зонада қайттан продажниктар отыр, көрдіңіз, қайттан сделканы, то есть продажаға қойдыңыз. Бүйтіп, ұзақ уақытта келді. Қайттан мына зонаға келді. Осы зоналардан примерно подтверждение алдыңыз, мына жерден кірдіңіз. Зонаны тұрды, қайттан біздің зонаға дейін апарып берді. Ең оңай, просто өзіңізге осындай екі правильный зона сызатын болсаңыз, сіз осы екі зонаның ортасында, то есть торг жасап отырасыз. Ең оңай тыйымы. Зонадан А до зоны. То есть бұл технический анализ, зонаның дұрыс сызу тоже методикасы бар. То есть зона сопротивления, зона поддержки. То есть мына жаққа барады, тесе алмай қалады, қайтадан келеді. Мына зонаға келеді, поддержка береді, қайтадан көтеріліп кетеді. Екі зонаның артында өйстіп, оп-оңай түсінікті жүретін болады. Так, зона қою бойынша айтып өттім. Ал риск менеджментқа өтетін болсақ, көбісіне трейдингпен айналысатын адамдар кейде трейдингті тіпті казино ретінде ойнайды. Просто кіреді ақшасымен и стоптарды, тейктарды дұрыс қоймайды. Хотя трейдингті дұрыс жұмыс ретінде қолдану үшін риск менеджментті қабылдау керек. Определенный депозитқа, определенный өзіңнің, например, стоп қоясың, жоғалтатын болсам, депозитінің 10% жоғалтам дегенде. Табатын болсам 20, 40 немесе 60%-ға табам деген сияқты. Риск менеджмент қабылданбайтын болса, бұл уже трейдинг жұмыс емес, казино болып кетеді. Риск менеджмент тоже бірінші орында қоятын боламыз. Ал ең маңызды это бізде инструменттер. Қандай инструменттер қолданатын боламыз, я? Бірінші инструмент это бізде MetaTrader 5, ол бізде толыққанды сделкаларға кіру үшін ақшаны сояқта оборот жасаймыз. Сояқта сделка кіреміз, сделканы жабамыз деген сияқты, я? Екінші это бізде Trading View, толыққанды анализ жасайтын приложение. Жаңа мен анализ зона бойынша көрсеттім ғой, соны MetaTrader емес, Trading View-да жасаймыз. Үшіншісі бізде инвестинг. Инвестингта сіздер алтынға байланысты Форекста толыққанды жаңалықтар қарап отырасыз. Қандай жаңалық болады, жаңалық өте қатты импульстар береді. Ол тоже бізге тиімді. Сол импульсың арқасында үлкен ақшалар да жасалып жатады.